Мен Омарбекова Мөлдір, Асылбек қызы. Қазір жасым 33-темін. Балжан мен Ерасылдың опекунымын. Негізі менің жиендерім, туған әпкемнің балалары. Енді мен балаларды негізі мен 2017 жылы тұрмысқа шыққанмын. Тұрмысқа шықтым. Алматыдан өзім Ақтауға келіп жұмыс іздеп қарастырып, жолдасымды кездестіріп, ол жағын жолдасыммен кездестіріп, Алматыға таныстырдым. Сол жерден ЗАГСқа отырдық. Атамын, мамам бәрімізбен үй ішімізбен таныстық. Сол кезде де Бауыржан болды, жездеміз деп айтқым келмей тұр бір жағынан. Сестрам да болды, балалар да болды. Жолдасыммен таныстық. Сосын танысып, жақсы деп кеттік Ақтауға. 2017-18 болды. 18-де жаңағы бала сүндетке отырғызылатын болды. Сол кезде тоже әпкем көмек сұрап, осындай жасайық па деп ақылдасып өзіміз. Мен бардым, өзім жалғыз Алматыға барып, Бақанасқа барып, тойын жасадық, туған туысқандар бәрі келді. Сосын жақсы деп, сол кезде тағы да ұрыс керіс болды сол кезде, шыны керек. Сол кезде мен алып кет деп, қайтадан сол Көктөбеге апардым. 2018, сосын 19-да мен тағы да барам. Мамам ауырып қалады. Мамам жағдайын сұрап бардым. Сол кезде Айнұр сестрам тағы да алып келді балаларды. Ол кезде Балжан 9 жаста толады, енді августте болатын. Өзіміз жарайды. Тағы да көзім жетті деп. Сол кезде жаңағы сендім мен. Тұрмай қой деп те айттық біз. Уже 2010 жасында қыз өмірге келгеннен бері, мен 2009-дан бері, мен өзім жасым сол кезде 19-да болған. Жездеміз жақсы деп, енді ол кезде Балжанның дүниеге келгенде уже ауысып кетті нелер. Ойымда уже жинақтай алмай отырмын. 2019-да, сол кезден жалғастыра берейін. 2019-да солай балаларды алып келеді. Мен өзім бағам, қағам деп 30-шы мектепке береді Алматыда. Сосын мен сол кезде қайтуым керек еді Ақтауға. Жолдасым бар ғой өйткені. Сосын сол кезде мен қайтпай тұрып, жаңағы балалар сентябрьда уже бір апта сабаққа қатыспай қалады. Сосын мектептен іздеп келеді үйге, Көктөбеде. Сосын балаларды іздеп, мамасы жоқ қасында, папасы жоқ, мектепке дайын емес балалар. Мен де, мысалы, шаруам жоқ қой ол кезде, мысалы, енді. Мен ол жағын білмедім. Документтен өткіз қойған, өз мойнына алды әпкем. Сол кезде полициялар қыз хабарласып, шешесіне звондады. Шешесі сол кезде, Айнұр, неге Бақанаста енелеріміз кім деді? Бір туысқандар қайтыс болыпты, сол жерге кетті деді. Сосын маған міне 2019-да акт жазып береді. Сосын балаларды детдомға алып кететін еді сол кезде. Сосын біз қарсы болдық. Біз тірі тұрғанда, апасы тірі, мен тірі болғанда берілмейді. Біз қалай болса да кішкене өзім баға тұрайын дедім. Сол кезде опекунство ештеңке ойымда болған жоқ. Міне сенім хат, түсініктеме Айнұр өзі жазып кетті сол кезде. Әйтеуір шақырдық, жазып берді. Содан билет алдырып Ақтауға келдік. Ақтаудан мектепке орналастырайын десем, сол кезде мектептен сіз ешкім емессіз деп балаларды санға алып кетті. Санға алып кетті, сіз ешкім емессіз деп. Сосын мен Айнұрға звондап, доверенность керек екен,
біз ол жағын мен сенім хат деп қолмен не жазып алғанмын ғой еще. Сосын негіз түсіндірген болатын, мен ол жағын заңды ол кезде білмегенмін. Сол кезде айтты, сен жаңа доверенностьін алдырттым. Сол кезде енесі екеуі жазып жүріп, мен алдырттым, электронный вариант алып, балаларды қайтан өзіме алдым. Сосын өзім қарап жүрдім доверенностьпен. 3 жылға жарайды ғой сол доверенностьпен. 2000 қайда кетті ол. Сосын 3 жылға жарайды. Қарап жүрдім. Мамаларынан бір хабар келген жоқ. Мен күттім мамаларын негізі. Келші, хотя балалардың қасында болшы дедім. Сосын келген жоқ. Күттім. Одан кейін не болды? 2019-да келдік, ол 20-да уже карантин басталып кетті. Мен жалдамалы пәтерде тұрамыз өзіміз, кішкене ыңғайсыз, қиын, өзімізге де қиын болды ма білмеймін. Сосын келіңдер дедім. Сосын хотя бы бізге де кішкене жұмыс істеп жүрген шығарсыңдар деп, көмекшілерімді кішкене беріңдер, келесіңдер ма деді. Яғни міне мөлдір келеміз, барамыз, ал кетеміз деді. Жаңа әкесі екеуі. Сосын күттім. Сосын оказывается, сосын нелерге звондадым, полицияларға. Сосын, ой, бұларға сенбеңіз деді. Ол кісілер міне үйім бас кірсем, өзі бір жерде, күйеуі бір жерде, ар жерде бір еркек жатыр, бәрі жағдайлар жаман. Енді не болып жатыр деді. Сенбеңіздер, өзіңіз ала беріңіз деді сол кісілер. Мен алғанда қалай аламын дедім, иә. Сосын онда өздері жүгіріп сол кезде, мен де онда сөйтейін дедім, хотя бы үкіметтен көмек сұрайын дедім онда. Сосын неге барды, жаңағы полициялар, балалардың несі, опекалар 10 ай ойлана апай болды сол кезде. Сол кезде жағдайларын қарап, мөлдір жоқ, бұларды балаларды қалдыруға болмайды бұл жерге, сенбеймін бұларға деп, өзің мен нетемін деді, жазып берем деді ма, өзің ала бер деді, жағдайы жоқ деп жазамын, айтам деді. Сосын мен де сотқа бер бірінші деп, сосын өздері айтқандықтан тоже мен де опекундар айтты, өзің осылай жүресің ба деді. Енді солай айтқандарынан мен де барып арыз жаздым. Кішкене мен де ойымда енді ондай сразу болған жоқ, кішкене түзелсін, қорқытайық деп, полициялар шақыртып нетіп, өзгерсін деген ой болған. Сол кезде кімдер, мамалары, папалары тағы да әлі түзелген жоқ болады, учетқа қойылған, сол наркомания, наркологияда да учетта тұр дейді. Иә, сол кезден бастап тұр дейді. Жоқ, полициялар айтты. Иә, олар берілмейді, олай балаларды нете алмайды деді. Иә, бұл жерде қауіпті, бұларға сенбейміз деді. Сол кезде 2019 жасында, балжан 9-да болды ғой. Сол кезде айтты. Тем более андай история болғаннан кейін, тағы оқиға болғаннан кейін тағы қайталама деп. Ол кезде қатты ішетін ол кісілер Бауыржанда. Сол кезде кім? Иә, мен де ойладым, қайтадан барып, ол кісінің сотқа өздері жүгірді. Алматы облысына бардық, бүйттік, бізді ары сүйреді, бері сүйреді деп Бауыржанда нетіп жатыр да. Надоел балалар, керек емес маған. Неше түрлі айтады, миын жейді екен сестрамның. Өздерінің үлкен екеуінің жанжалы, екеуі бір-бірін қызғанады. Міне, Бауыржан қызғанып ұрады екен әпкемді постоянно. Бірақ балалар не при чем, даже балаларына ақыл айтпаған 7 жасына дейін, 9 жасына дейін де. Иә, сабаққа барасың ба қызым, бармайсың ба, ұйықтай бер деп. Солай қарамайды да балаларын, қарамаған. Өздері де айтқанның бойынша айтып жатырмын да. Мен ол жағын білмеппін. Сол 2000 бұрыннан бері сол шегіп жүр екен ғой, сол шөбін. Сол кезде Айнұрда айтады, барады, қораның артына барады, шегет, мама, мен устала, я так устала, мама, мука деп маған звондайды. Устала болсаң келші деп, қаншама
тиынды да жибердим. Келші, жетіп алшы, өзіміз күтіп аламыз деп билетімді де алып бердім. Ақтауға күйіп кете береді. Енді мен не істеймін енді? Некеде жоқ қой енді сол. Иә, и так некеде жоқ, бірақ кетпейді. Айнұр кетіп қалмайды. Бүгін енді көзіміз жетті, қимаймын дейді. Қимаймын дейді Бауыржан, күйеуім. Балаларын ойламайды. Сол сен керексің ғана деп айтады екен. Маған бөлек бала туып бер, өзіміз тұра берейік, ана Балжан мен Ерасыл кете берсін деп айтады екен Бауыржан. Мама, сен керек, Ерасыл керек, Балжанды алсаң ала бер дейді да маған. Мен қалай алам Балжанды, екеуі бір жерде жүру керек қой. Мен өйткені кішкентай кезінен тоже мен айтып отырмыз ғой. 19 жасымнан бастап Балжанға бауыр басып қалдым. Иә, сосын бірінші киіндіремін, тәттілерін алып келіп беремін. Иә. Бірінші енді 2010-да Балжан туылды ғой, дүниеге келгенде. 2010, сосын 13-те туылды Ерасыл. Сосын Ерасыл дүниеге келгенде тоже Балжан Саяхаттың роддомында туылды. Ерасыл Сейфуллиннің роддомында сояқта туылған. Бірінші роддом. Сол кезде оған да біз жүгірдік, шығарып алдық. Сосын кәдімгідей тоже дайындалдық, үйде алып келдік. Баққым келеді, иә, бірақ енді менің мамаларым, жолдасымның мамалары бір жағынан әке шешесі тірі тұрғанда өздерің ертең қиналасыңдар деді. Күйеуім бар, иә, 7 жыл болады бұйыртса. Негізі біреуі внематочный болды, екіншісі замерзший болып қалды. 5 айында. Сол емделген, иә, ақырын емделіп жүрмін. Сол ойда құртқан екен қосынды. Сол таңертең тұрсам да, мамам, Балжандарда тұрсам да, Балжандар ойымда, жолдасым бір жағынан енді екеуміз алып кетеміз ғой, ары қарай тұра берсек. О жағын ойламаймын да, осы уайым қайғы, таңертең тұрсам да, түнде ұйқы жоқ, күндіз күлкі жоқ. Енді бірақ қазір ателье қабылдаймын, киімдер тігемін, тәттілерін пісіріп беремін. Енді осынша уақыт, қалай айтсам, кішкентай кезінен өзімде бақты, қарады, қыдыртатынбыз, апасымен бірге шығатынбыз, Тереңкөлға барып, Көктөбе жақта тұрдық қой. Сол кезде қыдыртып, өзімнің балаларым сияқты көремін. Сосын бірақ Айнұрға айтқаным, балаларды қинамашы екі ортада. Өзің проблемаңды өзің шешші дедік бірінші. ЗАГСқа отырыңдар, балаларды алыңдар. Немесе балаларды маған берші деп сол кезде айтқанмын. Мен баға берейін, ондай опекойса ештеңкесі керек емес. Өзім ойламаппын мен бойдақ болғанда, бірақ сол кезде үйлену керек екенсіз деді ол кезде. Сол кезде бірақ ала аласың деді. Енді балаларды менде барғанға да қорқам, шыны керек. Балалардың тағдыры бұл жерде. Екеуі де мама папасы сияқты бол кетпегеніне қорқам. Бол кетпесін деп болашағын ойлаймын. Кейде күйеуіммен, жолдасыммен Павлодарға негізі план бізде көп болған, негізі жоспарлар. Балжанды программистке оқып түсіреміз деп, Ерасылды да бір технике тоже аржағында, компьютерный неге тоже екеуінде сол жерге де. Сосын бәрін пландап жүрген болатынбыз. Аяқ асты кім осы кезде Балжан 2023-те мен аяғым ауыр болды, 5 айлық болып жүргенде. Үйде Ақтауда, білесіз өзіңіз, Клапы бар ғой. Сол 5-ші мекемеде тұрғанда Қандалада сол шағатын болды. Мені ғана шағатын, шыны керек. Мен таңға дейін ұйықтамаймын. Үсті басым бәрі шығып кетті. Сосын не болып кетті жаңағы. Гормондарым ойнап, сосын балаларға жинайықшы үйді деп қатты ұрысқанымды көтере алмады ма қыз. Сол кезде Мокетте онда мен кетсем жақсы болатын шығарсыздар деп. Сол кезде Балжан үйге қонбай қалған. Сол кезден Балжанды неге опекалар келіп қолынан тартып алды.
отказ жаз деп. Сосын кім мұғалімдер де жыладым, апасы екеуміз барып кешірім сұрадық та, соңғы кезде білген жоқ та. Сол кезде қосып жібергенде біз дальше тұратын едік та. Сол кезде негізі ата-енем ол кезде жаңағы мамасы жолдасым келіндер деді, 2023-те барлық балалармен бірге келіндер деді. Ол кісілер де қатты қуанған болады сол кезде. Аяғым ауыр кезінде. Сол кезде келіндер как раз балалармен келіндер. Ал енді бала кім тағы да деревняға өтіп кеткеннен кейін біз тағы да кімге ондай жағдайымызды айтқан жоқ. Сол кісілердің жүрегін айтамыз ба, ауыртамыз ба деп кімді мамасын келіп алып кетеді деп деревняға бірінші өткізу керек екенбіз деді. Солай ол жақтан да кішкене өтірік айтты. Сосын Айнұрға айттым, балалар өтіп кетті осылай деп. Сосын сенсің кінәлі, сенсің дейді да маған. Бәріне осындай жағдай болып жатқаны мені кінәлап жатыр да. Сосын мен айттым да, онда мен болсам, онда мен алып берем, онда. Алып бермеймін емес, алып берем. Келесің ба дедім. Я, келем деді. Енді мен октябрьда алдым, 2023-те. Енді 5 ай өтіп жатыр. Келген жоқ әлі. Енді біз, ата-енеміз содан қарсы бір жағынан. Уже бір рет айтты ма, ал кетсін деп енді. Әке-шешелер бар. Бірақ енді қимаймын балаларды ана жерге барғанда. Тағы да кешеде өзі де айтады Балжан. Біз не деп, тәтеміз мені бәрін алып береді. Сіз не істейсіз деп, сондай алып бересіз бе бәрін дегенде. Мінезіміз осындай болса деп сөйлесіп қалады ғой енді. Сөйлескен айтжыман жасасатам, бүйтем, сөйтем деп. Мені грубый сөйлейді да әкесі. Бір жылылық, осы уақытқа дейін звондаған жоқпын, телефондары бар, номерлары бар, сабағында жүреді, сабақпен бірге келеді. Мысалы, әкелік не болып звондап, доча, қызым деп айтса болады ғой. Ондай жоқ, вообще. Қатты жақсы көрем екеуін. Кейде өзім жылап алам да түндеші. Күнде жылайым қазір, последнее время. Міне, өзім балаға жете алмай жүргенде, шын, міне, Бауыржанда балаларын керек етпей жатыр. Өзімде шын. Сол себепті кейде бағып алғым келеді өзім. Енді мен ғана емес, ар жақта жолдасым, мамаларым бар деген дейді. Бағып алғым келеді. Енді менің қаным емес қой деп жатыр ғой. Енді ол кісілерден асып түсіп нете алмаймын. Ол кісілердің бір-ақ рет көрдім өмірімде, сол 7 жыл болады. Енді сол барғаннан кейін уже ол кісілерде қазір жағдайлар сыр беріп жатыр дейді. Сол кісілерді қарауым керекпін ары қарай. Бір жағынан мамама берілсе екен деймін. Мамамның да үйі жоқ. Мен кетсем не болады деп кейде өзім ажырасам ба деймін да. Ажырасып берек жұмысымды істеп, квартирада тұрсақ та әйтеуір. Ажырасуға да бел болдым. Бірақ енді білмеймін, не істейміз. Түсінеді ол, ажырасам деп айтып көрдім енді, бірақ өзіңді ойламайсың дейді. Постоянно өзіңді ойламайсың, бізді ойламайсың деп. Мен как будто пайдаланғандай болып қалам да. Осы уақытқа дейін пайдаланып жүргенде өзінің осындай мәселелерімен. Екеуін еркелетіп мен тәттілерін де пісіріп беремін. Жаным, күнім, қыдырамыз. Бәрі жерге апарамыз. Жазда теңіз, білесіз өзіңіз. Жаз теңізге шығып барамыз. Бауыр басып қалды. Кеткісі келмейді енді сол. Ол балаларға да түсіндіремін енді. Балжан солай болды ата-енемен. Ашық, шын қызым сияқты сөйлесем мен өзім. Қайсы ұнамайды, қайсы ұнайтын, бәрін ашық сөйлесеміз екеуміз. Ерасыл қазір енді кішкентай ғой. Ол енді телефон бір жағынан қазір сабағын оқиды, телефон.
жақсы, әйтеуір сабақтарын шығарып шығамын. Әйтеуір сабақтарыңды оқыңдар. Балжан мобилограф боламын дейді, кейде заңгер болғым келеді дейді, көмектескім келеді бәріне деп. Ерасыл тоже футболист болғым келеді дейді. Иә, тігін тігуді де үйретіп жатырмын, қолымнан келген бәрін. Сіз мына үйдің несінде? Жалдамалы пәтер. Осы жалдап тұрасыз, иә? Жалдаймыз. Айына қанша төлейсіз? 150 кетеді айына. Тұрақты жұмысыңыз қандай? Сол тұрақты жұмыс неде сатушы болып істеймін, киімдер 4-ші микрорайонда. Ол жақтан осы шықтым. Енді қазір кейде үйде заказ қабылдаймын. Заказ нелерін бәрін ашып қойдық. Инстаграм, тиктогым бар. Заказ қабылдаймыз. Таныстардан, нелерден. Қазір ақырын енді күн жылып жатыр. Келетін шығар, бұйыртса деп. Негізі солай күніміз өтіп жатыр. Амалым жоқ. Көрсетіп, семьясын, отбасында кір келтіргім келмейді ол кісілер. Рахмет. Мен шыны керек, осы бүкіл қазақ халқынан, қалай айтсам, осы қалай айтады, бауырларымыздан, әпкелес, қарындас сіңлілерімізден, ағаларымыздан көмек сұрағым келеді. Сол балаларды сенбеймін әке-шешесіне, бір жағынан айтсам болады, қимаймын өзімде. Апасын қолына көмектессеңіздер, мысалы, мен сотқа кімге опекундарға айтқанда, ол кісілер енді өздері жүгіру керек, уже 6 айдан кейін ана құқығынан ажыратады ғой. Негізі мен әлі 4 жыл мысалы күтіп жүрдім. Әні келеді, мені келеді деп. Сосын опекун болғалы бері. Негізі 13 жыл Балжан туылғалы бері шыдап келе жатырмыз мені. Түзелетін шығар деп. Енді қазірдің өзінде көреміз бағдарламасы барған. Соның өзінде қазір жаңа мамасын таппай қалдық қой. Сондаса мамасы мен қимаймын дейді папасын. Сосын папа үйде ма мама десе, я үйде деп, мен жұмыстамын деп телефонды қоя салып жатыр да. Мысалы, егер шын жүрегі мейірімді болса, дұрыстап түсіндіріп, қыз балаларым мені олай істемеңдер, біз жүгіреміз деп айтар еді. Енді олардың қозғалғандарына сенбеймін мен. Сол мамам, әйтеуір мамама беріліп, қыз ертең өседі, мен де көмегімді беріп отырам, алыста тұрсам да, келіп, енді араласып тұрамыз ғой. Көмегімді өзімде беріп отырам, аямаймын. Енді сол үй жағынан не болып тұр мәселе, енді кішкене сбор ашып па, көмектеріңізді берсеңіздер, артында үй болса. Бәрібір ертең балаларды, мысалы, мен деген пропискаға қойдың ба, үйге очередке қойдың ба деп сұрайды да, бұл балаларды мен қайда қоям, өзімде үйім болмаса. Прописка жоқ, балаларға қоя алмаймын. Достарымыздан сұрасақ, ол кісілер тоже қоя алмайды. Қазір ешкім сенем, бірақ бір Аллаға табыстадым. Ақыры енді 2 бала ғой мына жерде. 2 бала. 1 бала болса жарайды ғой. 2 баламыз ертең бастарында баспанасы болса екен деп. Уже мама папасын ұмытамыз дейді балалар. Біз апамызбен тұрайықшы болды. Мамасына да айтты. Мама, қыдырып жүрейік та, Дубайға барайық, арманы көп Балжанның. Менде қаншама арзан нетеміз ғой, армандаймыз, бірақ соны өзі де жеткісі келеді ғой. Енді ішімдікке салынып дегендей, өзі уже Балжан кішкентай болып, бала болып, қалай шаршамайсыздар деп сұрақ қояды. Болмайды ғой ол до такой степени деп.
алып кеткеннен кейін или өзім де дұрыс істемедім деп ойлаймын. Жаңағы алып кеткеннен кейін уж екі ортада баланы да нетіп алдық, жаңағы бұзып алдық па деп ойлаймын. Уж қайда барарын білмей қалғандай мазалайды. Кеше оны ақылдастық, бірақ ертең болашағы бар ғой балжанның. Уж ұлдың да, мысалы, үй кімнің атында, әкесінің атында үй жоқ, баян жаңағы апасының аты екен ол үй. Ертең қуып жіберсе. Сонда тұрақты жұмысы жоқ та? Бауыржан ба? Қазір спорт школада дворник болып істеп жатыр деген. Бір жағынан сот болғанда мен опекунствоға бардым, мысалы, балаларды айырып тастайық, бірінші рет кетіп қалды ғой. Сол кезде кімді? Неге ол нелеріне беріп жібересіз дедім ғой. Сіз әке-шешесі неміз, әпкесі, апасы тірі тұрғанда деп. Сол кезде кім? Біз немен право айтуға дейді да. Ол, мысалы, сол сұрақ қойсам болған бір жағынан. Негізі айту керек қой. Бұл балалар жетім қалған жоқ, ажырамаған әкелік құқығынан. Ұры шектелген баланың, мысалы, туыс-туғандарына хабарлама беру керек қой, иә? Мысалы, енді сол кісілер уже жағынан сөйтіп барып отношенияны сөйлескім келмейді. Ол кісілердің айтатыны ажыратып тастаңдар. Балалар үйінде өседі ғой, ол жақта қарайды ғой, ол жақта деп. Иә, ертең өседі, үйін береді деп айтады дейді. Айтқан. Бірақ енді ол жаққа сеніп тапсырайын десең де, екі ортада бізде білмеймін. Біз не қалай? Екі ортада біз не боламыз десең? Иә, пайдаланғандай боламыз. Бәрін. Ақыр соңында мен кінәлімін ғой. Қарап тұрсам мен кінәлайды да. Сестрамыз енді не деген фастфудта ашылды деп фастфуд. Бірақ енді спорт школада енді жаңадан кірді ғой. Еще мысалы қараңыз, кредит алады екен. Қазір кредит дейді. Алатын айлығы 70 деді ма? 50. Иә, оның 50 мыңын кредит төлейді екен. Сосын баласына алдында алиментке ұстап отыр деген. Сосын мысалы велосипед алады, мотоцикл алады деймді. Балаларды бірінші очередке қоймай, сонда кредитті өзіне, машина. Айнұрдың айтуы бойынша естіп жатырмыз ғой. Мысалы, бірінші очеред балалары болса, бірінші неде тұрған. Балаларына жарататын еді сол.